Сәлем достар, сіздермен Нұр Сезім. Каналымда көргеніме қуаныштымын. Бүгін сіздерге дәл осындай дүкеннің печеньесінен асып түсетін өте дәмді печеньелердің дайындалу жолын үйретемін. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Таза ыдысқа бөлме температурасында тұрған айранды құйып аламыз. Кейін оған ванильді қантты және қантты қосып, сондай-ақ сұйық майды қосып, барлығын араластырамыз. Ешқандай миксерді қолданбаймыз, тек венчиктің көмегімен барлық масса біріккенге дейін араластырамыз. Бөлек ыдыста құрғақ қоспаларды, яғни ұн мен разрыхлительді араластырып алдық. Енді осыны біздің сұйық массамызға 2-3 бөлікпен қосатын боламыз. Басында венчикпен араластырамыз, кейін лопатканың көмегімен араластыратын боламыз. Қамырды ешқандай да қолмен илеудің қажеті жоқ, бар болғаны лопаткамен араластырсақ, біздің қамырымыз дайын болып шығады. Достар, менің каналымда бұдан бөлек көптеген тәттілердің, тағамдардың және ұнды өнімдердің рецепті сақталған. Описание бөлімінде ссылкасын қалдыратын боламын. Егер видеоларым ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Дайын болған қамырды дәл осылай қолымызбен форма шығара отырып, пергаментке орналастырамыз. Бұдан кішірек қылып алсаңыздар да болады, себебі пісу барысында олар көлемін 2-3 есе үлкейтетін болады. Араларын алшақтау орналастырамыз, себебі пісу барысында бір-біріне жабысып қалмау керек. Осылай дайындап алғаннан кейін қызып тұрған пеште 170 градуста 20-25 минут аралығында пісіріп аламыз. Менде осы қамырдан орташа формада 15 штук печенье шықты. Піскеннен кейін печеньелерді толықтай суытамыз. Сол аралықта глазур дайындаймыз. Ол үшін ақ шоколад және молочный шоколадты осы екі ыдысқа бөліп салып алдық. Оның үстіне 1,5 ас қасықтан сұйық май қосып, микроволновкада ерітіп аламыз. Кейін осы шоколадтардың үстіне осылай майдалап туралған арахис қостым. Не болмаса грецкий орех қоссаңыздар да өте дәмді шығады. Барлығын біріктіріп араластырып аламыз. Мен бұл жерде Альпенгольдтың белый және молочный шоколадтарын қолданған болатынмын. Суыған печеньені шоколадқа батырып, бетіне глазур жағып шығатын боламыз. Егер печеньені толықта шоколадқа батырам десеңіздер, ол кезде шоколадты бұдан 2 есе көптеу алып алу керек. Яғни мына жерде мен 1 шоколад қолданған болсам, егер толығымен қаптайым десеңіздер, 2 шоколад кетеді. Жасалуы да сондай оңай, әрі дәмі де өте дәмді болып шығады. Бізде бұл печеньені бір күнде жеп тастаған болатын, сондықтан сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер, және достарыңызбен де бөлісе отырыңыздар. Алдағы уақытта қандай рецепттер көргілеріңіз келеді, соны комментарий бөліміне жазып кетсеңіздер болады. Баршаңызға ас болсын.